Қазақстандағы әуесқой суретшілер бірлестігі өзінің мерейтойына орай көрме өткізіп жатыр. Экспозицияда отандық қылқалам шеберлерінің түрлі жанрдағы шығармалары көпшілік назарына ұсынылды. Көрме аясында әуесқой суретшілердің шығармашылық ізденістері, әртүрлі бағыттағы туындылары мен өнерге деген ерекше көзқарасы таныстырылды. Ұйым өкілдерінің айтуынша басты мақсат сурет өнеріне қызығушылық танытқан жандарды қолдау және олардың еңбегін кеңінен насихаттау. Шараға қатысушылар арасында әртүрлі жастағы суретшілер де бар. Олар өз туындыларын, табиғат көріністерін, ұлттық құндылықтарды, тарихи тақырыптарды және заманауи өмірді бейнелеген. Ұйымдастырушылар мұндай көрмелер шығармашылық адамдардың басын біріктіріп қана қоймай, жаңа есімдерді танытуға мүмкіндік беретінін атап өтті. Қазақстанда бейнелеу өнерін дамытуға бағытталған бұндай жобалар тұрақты түрде өткізіліп келеді. Мерейтойлық көрме келушілерге отандық суретшілердің еңбегімен танысып, өнер әлеміндегі жаңа бағыттарды бағалауға мүмкіндік беріп отыр. Елордада тұңғыштар мекені киелі Абай елі атты көрме жәрмеңкесі ұйымдастырылып, онда Абай облысының креативті индустрия өкілдерінің өнімдері көпшілік назарына ұсынылды. Көрме креатив аймақ республикалық жобасы аясында өтті. Шара барысында облыстық музей мен кітапханадан әкелінген тарихи жәдігерлер, ұлттық қолөнер бұйымдар және шығармашылық өнімдер таныстырылды. Абай елі қазақ руханияты мен мәдениетінің маңызды орталықтарының бірі. Көрмеге қатысқан шеберлер өз еңбектері арқылы ұлттық өнердің жалғасын көрсетіп, дәстүрлі қолөнердің бүгінгі тынысын таныстырды. Атап айтқанда шебер Сәкен Назарханұлы қазақтың ұлттық бұйымдарын, музыкалық аспаптарын, тері, сүйек және күмістен жасалған туындыларын көпшілікке ұсынды. Ол қолөнерді насихаттап қана қоймай, жастарды осы өнерге баулып жүргенін айтты. Азық-түлік өндіруші Саян Ахметжан қазақтың ұлттық тағамдарын дәріптеп келеді. Оның кәсіпорны 120 түрлі өнім шығарады. Дайын өнімдер ішкі нарықпен қатар шетелге де жөнелтеді. Ұйымдастырушылардың айтуынша мұндай жобалар өңірлердегі шығармашылық әлеуетті танытып, ұлттық құндылықтарды кеңінен насихаттауға мүмкіндік береді. Ресейдің Санкт-Петербург қаласында Байқоңыр ғарыш айлағының тарихына арналған фотокөрме ашылды. Көрме экспозицияда әлемдегі ең ірі ғарыш кешендерінің бірі саналатын Байқоңырдың өткені мен бүгінгі бейнеленген фотосурет ұсынылды. Келушілер ғарыш айлағындағы маңызды сәттерді, зымыран ұшыру сәттерін және ғарышты игеру тарихына қатысты кадрларды тамашалай алады. Байқоңыр ғарыш айлағы Қазақстан аумағында орналасқан және адамзат тарихында көптеген тарихи оқиғамен байланысты. Дәл осы жерден 1957 жылы жердің алғашқы жасанды серігі ұшырылып, 1961 жылы тұңғыш ғарышкер Юрий Гагарин ғарышқа аттанған еді. Фотокөрме арқылы ұйымдастырушылар ғарыш саласының дамуын, Байқоңырдың халықаралық маңызын және осы бағытта еңбек еткен мамандардың еңбегін насихаттауды мақсат еткен. Айта кетейік, Байқоңыр ғарыш айлағының негізгі 1955 жылы қаланған. Бүгінде ол әлемдік ғарыш бағдарламасындағы маңызды нысандардың бірі болып қала береді. Аргентинада оқушылар қазақстандық әнші Димаш Құдайбергеннің шығармашылығы арқылы Қазақстанның мәдениеті мен дәстүріне қызығушылық танытып жүр. Димаштың өнері арқылы Қазақстанда таныған шетелдік тыңдармандар саны Аргентинадағы жанкүйерлерді қазақстандық әншінің шығармашылығын насихаттап, жергілікті тұрғындарға еліміздің мәдениеті туралы ақпарат беруде. Осы бағыттағы бастамалардың бірі ретінде Аргентинадағы мектептердің бірінде Димаш Құдайберген атындағы музыкалық кабинет ашылды. Жоба аясында оқушыларға Қазақстанның өнері, салт-дәстүр және әншінің шығармашылық жолы таныстырылды. Бұған дейін Аргентинадан хабарласқан Димаш жанкүйерлері оның шығармашылығы арқылы Қазақстанда танығанын айтқан болатын. Олар қазақ мәдениеті қызығушылығын танытып, екі ел арасындағы мәдени байланысты дамытуға үлес қосып келеді. Димаш Құдайбергеннің халықаралық сахнадағы жетістіктері Қазақстанның мәдени мұрасын әлемге танытуға мүмкіндік беріп отыр. Оның өнері арқылы еліміз туралы ақпарат алатын шетелдіктер қатары көбейіп келеді.